Бүгін біз нәзік денеміздің 7-ші чакрасы Сахасрараға медитация жасаймыз. Сахасрара тәжі чакрасы, корольдік чакра, брахма чакрасы. Неліктен бұл чакраны баланста ұстау керек? Интуиция, түсінік, өз мақсатын, тағдырын түсіну, құдайлық табиғаттың бірегейлігі үйлесімді тәж чакрасымен толықтайды. 7-ші чакра неғұрлым үйлесімді жұмыс істесе, адам өзінің өмірлік құндылықтарын неғұрлым жақсы түсінсе, оның жеке әлеуеті соғұрлым толық ашылады. Әлемді жасаушылардың жоғары күштеріне сенімі қалыптасады. Ғарыш энергиясымен және жоғары күштермен байланыс орнатылады. Егер тәж чакрасы дамымаған болса, бұл адамдарға деген сенімсіздіктерді сезінеді, өзін жоғалтқан және жалғыз сезінуі мүмкін. Адамдармен қарым-қатынас орнатуда қиындықтар туындауы мүмкін. Жоғалту және өлім қорқынышы жиі пайда болады. Бұл бөлімде біз сіздермен жетекші медитация жасаймыз. Бұл медитациямен 1 ай бойы айналысу сіздің өмірдегі шынайы құндылықтарыңызды, өзіңіздің бірегейлігіңізді, құдайлық мақсатыңызды жүзеге асыру үшін интуицияңызды дамытуға көмектеседі. Жаратушымен жоғары қуаттармен байланысыңызды күшейтіңіз. Осы уақытта, егер сіз чакралардың физикалық, эмоционалды денсаулықпен қалай байланысты екенін түсінгіңіз келсе, теңдестірілген тәж чакра адамның руханилығын сезінуге мүмкіндік береді. Үйлесімділік, жеңілдік пен қуаныш сезімін тудырады. Құдайдың жағымен байланыс сезімін береді. Қазір медитация жасайық. Ыңғайлы позицияны алыңыз. Көзіңізді жұмып, денеңізді босатыңыз. Назарыңызды басыңыздың жоғарғы жағынан саусақтарыңызға қарай жылжытыңыз. Сіздің денеңіздің әрбір бөлшегі мен денеңіздің әрбір клеткасы қалай босап жатқанын сезініңіз. Толқыны сізді орап алуда. Сіз толық босаңсып, тыныштықтасыз. Барлық назарыңызды тыныс алуыңызға аударыңыз. Әрбір дем шығарған сайын, сіз одан сайын босаңси түсудесіз.
басыңыздан аяғыңызға дейін босаңсыдыңыз. Маңдай, көз, қастың ортасы, бүкіл бетіңіз, мойныңыз, иығыңыз, ішіңіз, екі қолыңыз және екі аяғыңыз толық босады. Енді жердің орталығынан келетін энергия жоғары көтеріліп, жер бетіне жетеді деп елестетіңіз. Аяқтарыңыз арқылы бүкіл денеңізді толтырады. Бұл энергияның соншалықты көп екенін сезініңіз. Ол сіздің денеңізден асып, және сізді барлық жағынан орап алады. Бұл энергия 1000 жапырақшасы бар әдемі ақ лотосты құрайды. Енді осы әдемі лотостың ортасындасыз. Айнала мүлдем қараңғы. Тек ақ шақардай ақ гүлдің жапырақтары ғана жылы жарықпен іштен нәзік жарқырайды. Жақында таң ата бастайды. Енді сіз күннің алғашқы сәулелері лотос жапырақтарын жұмсақ алтын түске бояйтынын көре аласыз. Лотос жерден жоғары көтеріліп, күнге қарай ұмтылады. Лотос сізді жер бетінен көптеген жұлдыздарға ақырын және мұқият жылжытады. Сіздің жолыңызда жұлдыздар мейіріммен жарқырайды. Лотос жұмсақ кокон сияқты сізді өзінің жапырақтарымен жылытады. Асықпаңыз. Енді планеталар мен басқа жұлдыздарды тамашалаңыз. Біздің жерге қараңыз. Ғарыштан жердің көрінісі әдемі. Сіз одан да таңғажайып шаралардың бар екенін білесіз, және олармен де байланысыңыз бар. Жаймен жұлдыз аралық кеңістіктің вибрациясына, жоғарғы күштердің вибрациясына, жаратушының вибрациясына жайғасыңыз. Қаншама жұлдыздар мен күн сізді нәзік жылытып, сәулелермен құшақтап жатқанын сезініңіз. Сіз босап, толығымен тыныштыққа ендіңіз. Жұлдыздар өздерінің ғарыштық биінде айналады және сізге ең маңызды мағынаны жеткізуде. Назарыңызды басыңыздың жоғарғы жағындағы тәж чакра аймағына аударыңыз.
және осы жерде энергияның қозғалуын сезініңіз. Бұл жылу, ауаның тығыздығы, кейбір жағымды дыбыстар немесе басқа сезімдер болуы мүмкін. Әркімнің сезімдері әртүрлі болады. Елестетіп көріңізші, бұл энергиялар қазір тәж аймағында судың құйындысы сияқты айналады. Бұл қозғалысқа сеніңіз және денеңіздің ғарыштық энергияның үйлесімді ырғақта синхрондалуына мүмкіндік беріңіз. Бұл қозғалыс сізден және сіздің болмысыңыздың мәнінен шыққан би сияқты процесс. Ол сізді энергиямен толтырады, тәж чакрасын үйлестіреді, дененің әрбір жасушасын үйлестіреді, барлық болмысыңызды. Гармонизация 5 деңгейде жүреді: физикалық, энергетикалық, эмоционалдық, менталдық және рухани. Олар бәсеңдеп, дене мен ақыл тыныш энергиямен гармонияға толы. Энергия қозғалысы сізге релаксация, тыныштық, қуаныш, үйлесімділік әкеледі. Осы ағында біраз уақыт болыңыз және сізге келетін ақпаратты байқаңыз. Ол жеке сөздер, сөйлемдер, түстер суреттері, дыбыстық ассоциациялар, иіс, сезім түрінде келуі мүмкін. Әркімнің өз ақпараты болады. Енді рухани өміріңіз үшін маңызды ақпаратты алуға мүмкіндік беріңіз. Ұшасыз. Сіздің денеңіз бен санаңыз ғарыштық ырғақтармен синхрондалады. Энергиялар мен вибрациялар жасаушымен синхрондалады. Осы сәттен ләззат алыңыз, жоғарғы күштерге сеніңіз және тәж чакрасын үйлестіру процесінің жай жүруіне мүмкіндік беріңіз. Бұл сіз үшін ең жақсы және ең жоғары деңгейде болады. Сіздің денеңіздің әрбір жасушасы қуаныш жылуымен және үйлесімділік пен ризашылық энергиясының күшімен қалай толтырылғанын сезініңіз. Денеңіздің әрбір жасушасымен осы дүниедегі барлық тіршілік иелерімен бар нәрсенің бірлігін, ғарыштың қуаттарымен
бірлікті, жоғарғы қуаттармен бірлікті, жаратушымен бірлікті сезініңіз. Оны бар жүрегіңізбен сезініңіз, бар болмысыңызбен сезініңіз. Осы сәттен ләззат алыңыз. Енді назарыңызды асықпай және баяу, нәзік тәніңізге аударыңыз. Саусақтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Аяқтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Денеңізбен тартылып, күлімсіреп, көзіңізді ашыңыз. Тәжі чакраға арналған медитациямыз аяқталды. Оны бір ай бойы жасаңыз. Сондай-ақ тәж чакраңыз үйлесімділігіне волонтерлық және қайырымдылық қызмет тәжірибесі және әрине жауапкершілік алып, рухани өзін-өзі жетілдіру бойынша күнделікті жұмыс. Келесі кездескенше сау болыңыздар.